сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде қазақ тілі сабағы. Бүгінгі сабағымыз нәтиже сабақ. Сабақтың мақсаты сөз таптарын ажырату, тірек сөздерді қатыстыра отырып берілген сурет бойынша сөйлем құрау, мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойды анықтау. Оқулығымыздағы бірінші жаттығуға назар аударайық. Өлеңді қатесіз жадқа жазыңдар. Төскейден жел еседі, төбемнен бұлт көшеді, туған жерім мен үшін көк майсасын төседі. Осы сөздерде етістіктердің қай сөзбен байланысып тұрғанын сызбамен көрсетіңдер. Дескриптор өлеңді жадқа жаза алады. Етістіктердің қай сөзбен байланысып тұрғанын сызбамен көрсете алады. Балалар, естеріңде сақтаңдар. Етістік заттың қимылын, іс-әрекетін білдіретін сөз табы. Етістік не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Етістік дара және күрделі болып екіге бөлінеді. Дара етістік бір сөзден тұрады. Мысалы, жазды, көрді, ұшады. Ал күрделі етістік 2 не 3 сөзден тұрады. Жазып отыр, көріп тұр, ұшып бара жатыр. Үшінші жаттығуға назар аударайық. Суреттегі зат атауларын олардың қимылын білдіретін сөздермен сәйкестендір. Дескриптор суреттерді олардың қимылын білдіретін сөздермен сәйкестендіре алады. Балалар, естеріңде сақтаңдар. Заттың түрін, түсін, сапасын білдіретін сөздерді сын есім деп атаймыз. Сын есімдерге қандай, қай деген сұрақтар қойылады. Мысалы, сұлу, жақсы, таза, қоңыр, тағы да басқа сөздер жатады. 6-шы жаттығуға назар аударайық. Астана әсем қала. Тақырыбында әңгіме құра, төмендегі сұрақтар арқылы өзіңді бағала. Құраған әңгімелеріңді жер су аттары қандай әріппен жазылады? Қаланы сипаттауда қандай сын есімдерді қолдандыңдар? Дескриптор әңгіме құрай алады. Берілген сұрақтар арқылы өзін-өзі бағалай алады. Балалар, бүгінгі сабаққа кері байланыс. Егер де сабақты керемет түсінсең, бірінші күлегешті. Егер де жақсы түсінсең, екінші күлегешті. Орташа түсінсең, үшінші күлегешті белгілеп кетіңдер. Үйге тапсырма. 95-ші беттегі 5-ші жаттығу. Сын есімі бар бағандағы сөйлемдерді көшіріп жазыңдар.